Енді авторлық бағдарламаны жасар алдында әр мұғалім өзіне мынандай сұрақтарды қоюы тиіс. Бағдарламаның мәні неде? Оны жүзеге асыру нәтижесі қандай болады? Авторлық бағдарламаның жаңашылдығы неде? Қандай деңгейде? Авторлық идея балалардың қажеттіліктеріне, қызығушылықтары мен күтілетін нәтижесіне сәйкес келе ме? Бағдарлама балаларға қандай пайда береді? Сіздің ұйымыңызда, аймағыңызда, еліңізде бұл бағдарламаға деген қажеттілік бар ма? Бағдарламаны жүзеге асыру үшін тиісті жағдай жасалынған ба деген сауалдарға жауабыңыз дайын болса, онда авторлық бағдарламаны жасауға кірісе берсеңіз болады. Бірақ мұнымен қай уақыттан бастап айналысқаны дұрыс? Ол үшін мынадай 3 құжатқа сүйенеміз.